Assalamu алейкум, құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Егер сауып отырған сиырларыңыздың емшегіне жара шығып, сауған кезде ауырсынса, қалай емдеуді, қандай дәрі-дәрмек істетуді білмей жүрсеңіз, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Сіздерге өнімі ең жоғары дәрілермен қоса дұрыс емдеу жолын айтатын боламын. Видеоны бастамас бұрын арнаға жазылып, лайк басып, мал шаруашылығымен айналысатын достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сиырдың жаралы емшек үрпі қабыну індеті. Бұл індет сиырдың бөртпелі емшек үрпі қабыну індеті деп те аталады. Ол сиырдың вирустық тері ауруы. Клиникалық белгісі сиырдың желіні мен үрпінде жаралы бөртпе болады. Індет қоздырғышы сиыр бөртпе вирусының екінші типі. Антигендік қасиеті жақтан адамның бөртпе вирусымен ортақ антигендік қасиеті бар. Тарқалу ерекшелігі: бұл індет сауын сиырларда, әсіресе алғашқы туған сиырда жиі пайда болады. Індетке шалдыққан сиыр мен вирус алып жүруші сиыр жұғымдану қайнары болып, вирус ауру қозған орында зор мөлшерде сақталады. Бұл індет сауын арқылы, сонымен қатар қан сорғыш насекомдар арқылы тарайды. Жасырын дәуірі 3-7 күн. Бастысы, індетке шалдыққан сиырдың емшек үрпі мен желін терісінде жара пайда болады. Бастабында емшек үрпісінің терісі ісінеді, соңынан терісі жұмсарып, түлейді. Ресіз терең қабатты жара қалыптасып ауырсынады. Көп ұзамай қарақотырланып, 2-3 аптадан соң сауығады. Бір бөлім сиырдың желіні мен лимфа түйіндері қабынады. Көптеген сиырларға жасырын жұғымданады. Бұл індетті көптеген адамдар сиыр шешегімен шатастырып жатады. Сиыр шешегімен жаралы емшек үрпі қабыну індетін былай парықтауға болады. Жаралы емшек үрпі қабыну індеті болса, сиыр бөртпе вирусының екінші типінен пайда болады. Желін үрпі мен желін терісі жұмсарып, түлеп іресіз терең жара қалыптасады. Ал сиыр шешек індетінде бөрту сынды ауру белгісі болмайды. Ал енді алдын алу және емдеу шарасына келсек, алдын алудың басты шарасы жұғымдау қайнарының кіруінің алдын алу, бағып басқаруды күшейту, қан сорғыш насекомдардың зияндауын тежеу, дер кезінде бөлектеп емдеу. Емдеу әдісі негізінен сиыр шешегін емдеумен ұқсас келеді. Ол үшін жылы суға 0,1 проценттік марганцов ерітіндісін дайындап алып, сиырдың желінін тазалап жуып шығамыз. Сосын жараның бетіндегі қарақотырланған қатты заттарды алып, мырыш тотығы немесе пихтовитин мазын жақсаңыздар, өнімі өте керемет болады. Күніне таңертең кеш 2 уақыт жағасыздар. Жағудың алдында міндетті түрде 0,1 проценттік марганцов ерітіндісіменен жуып тазалап алғандарыңыз дұрыс. Сонда ғана өнімін жақсы беретін болады. Мінекей құрметті көрермен, видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Арнаға жазылып, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.